Қазақстан протон зымыран тасығышын ұшыруға ресми түрде рұқсат берді. Бұл туралы бүгін еліміздің қоршаған ортаны қорғау министрлігінде апат салдарын анықтайтын арнайы комиссия отырысында айтылды. Жұрағат Баман тарқатады. Ескертусіз емес, ескертіліп тұрып айтылды. Енді протонның Қазақтың әуе кеңістігін тағы да тесіп ұшуына кедергі жоқ. Бүгін Қазақстанның ұлттық ғарыш агенттігі бұл ақпаратты толықтай растады. Учитывая, что біз зымыран тасығыштың ұшуын қайта жандандыруға еш кедергі жоқ деп шештік. Протон 30 қыркүйек күні ұшырылады. Қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қапаров бүгінде гептил төгілген аймақты залалсыздандыру жұмыстарының 4 кезеңі сәтті аяқталғандығын жеткізді. Алдағы уақытта аталған аймақта жердің құнарлығын қалпына келтіру, өңдеу жұмыстары жүргізілмек, деді министр. продолжить работу по биорекультивации. Біз алдағы 3 жылға уланған аймақты қайта жандандыру бағдарламасын әзірлейміз. Аталған жер бүгінгі таңда толықтай залалсыздандырылған. Алайда ол аймақта әлде топырақты өңдеу, өсімдік фаунасын жандандыру, орысша айтқанда биорекультивациялық жұмыстар жүргізіледі. Апат салдарын анықтау жөніндегі арнайы комиссияның жұмысы осымен тәмам. Тек апаттан зардап шеккендердің жағдайы не болмақ? Осы турасында Роскосмос жетекшісінің орынбасары Лопатин мырза шығындарды өтеу мәселесіне тағы оралуға дайын. Оның дәл бүгінгі миссиясы үкімет келісіміне қол жеткізу. Во-первых, во-вторых, хочу поблагодарить. Қазақстан тарапы орын алған мәселеге толықтай жауапкершілікпен қарап, протонның ұшуына рұқсат бергеніне алғыс білдіреміз. Құлаған зымыраннан келген залалдың мөлшерін алдағы қазан айының аяғында қазақстандық мамандар жариялайды. Кейіннен біз осы мәселе төңірегінде бірлесе шешім қабылдайтын боламыз. Еске салайық, Байқоңыр ғарыш айлағынан соңғы ұшырылған Протон М зымыран тасығышы 2 шілдеде апатқа ұшырап, гептил отынның 500 тоннасы айлақ аумағында төгілді. Бұдан бұрын Ресейдің ғарыш мамандары гептилді отын ретінде қолдануды 2017 жылға қарай доғаруға уәде бергенді. Қауіпсіз зымыран тасығышты қолдану мәселесі әзірге шегерілетін сияқты. Жұрағат Баман, Бағлан Жанғозин, Астана арнасы.